Ойлан және бай. Наполеон Хилл. Бір адам нақты не қалайтынын 100% анық білмейінше оған жетпейді. Тек жақсы өмір сүргім келеді деп емес, айына миллион табыс табам, оны мынадай жолмен жасаймын деп нақты жазып сену керек. Себебі, тілек әрекеттің отын көзі. Екі арманың орындалатынына 100%-ға сен. Күдік табыстың басты жауы. Күн сайын өз арманыңды сеніммен қайталап айт, аффирмация. Себебі, сенім әрекетті іске қосатын мидағы басты механизм. 3 күн сайын таңертең және кешкі арманыңды қайталап оқы. Бейнені елестетіп, миға тұрақты түрде енгіз. Себебі, қайталау сананы бағдарламалайды. 4 жалпы білім емес, нақты бір бағыттағы білім табысқа жеткізеді. Мысалы, сварка, кірпіш қағу, сату, бірін терең меңгер. Себебі, мақсатқа бағытталған білім, құрал. 5 жаңа идеялар табу, табыстың көзі. Іскерлік қиялды дамыт. Себебі, әлемдегі әр байлық біреудің ойынан туған. 6 арман нақты жоспар дереу әрекет нәтиже себебі. Жоспарсыз тілек, жай арман ғана. Іске аспайды. 7. Табысты адамдар тез шешім қабылдайды, басқалар не дейді деп күтпейді. Себебі, үнемі күмән, табыстың уы. 8. Бір рет емес, қайта-қайта тырысу. Қиындық, сынақ. Себебі, тұрақтылық жетістікке апаратын жалғыз жол. 9. Бір салада табысқа жеткісі келетін адамдармен бірігіп жұмыс істе. Себебі, бір адамның миы шектеулі. Ұжымдық сана қуатты ресурс. 10. Жыныстық энергияны либидо, құмарлықты шығармашылыққа немесе іске бағыттау. Себебі, бұл адамның ең күшті ішкі энергия көзі. 11. Интуиция, шабыт, жоғары деңгейдегі санамен байланыс. Себебі, кейде табысқа жету логикамен емес, ішкі үнді тыңдаумен келеді. Қорытынды, Наполеон Хилл айтып отырған нәрсе, табыс сыртта емес, адамның өз ойында басталады. Бай болу, нақты ғылым емес, ойлаудың стилі. Автордың өз кітабындағы айтқысы келген ойын осылай 11 негізге бөліп қысқартып әрі мағынасын жоғалтпай қысқа мысалмен жеткізуге тырыстым. Егер қысқа әрі мағыналы видеолар ұнаса лайк басып тіркеліңіз, сіз үшін пайдалы ақпараттар осы каналда.